Бәріңе сәлем достар, сендермен Маке ТВ арнасы. Бүгінгі видеода мен сендерге неге витринадан ноутбук алуға болмайтын жайлы айтатын боламын. Ал ендеше кеттік. Бұл видеоны түсірудегі мақсатым алдыңғы алған ноутбук, яғни алдыңғы видеодағы Asus TUF FX Gaming 505 DT деген ноутбукты витринадан алған болатынмын. Витрина дегеніміз әрбір магазинде қолмен ұстап көруге, қолдан көруге болатын ноутбук сотка тұрған жердің бәрін витрина деп атайды. Енді мен сол ноутбукты Технодом магазиннен витринадан алған болатынмын. Себебі басқа новый түрлері складта болмаған еді. Ал 249 мыңға сол ноутбук мықты ноутбук еді, сондықтан витринадан алып көрейін дедім. Витринадан алмас бұрын ноутбуктың сыртқы келбетін тексеріп көрдім. Ешқандай дефект, ешқандай ештеңе болмағандықтан бәрі әп-әдемі болғаннан кейін алып көрейін дедім. Бірақ сырты бүтін, іші түтін деген мақалды осы жерге қолдануға болады. Себебі мен үйге барған кезде сол ноутбуктың ішкі құрылысын тесттерден өткіздім. Сол тесттерді өткізген кезде бір дефект пайда болды. Ол батареясында еді. Батареясы максималды 100% жұмыс істеу керек болатын болса, соның 90% ғана жұмыс істеп тұрды. Яғни өзінің барлық жұмыс істейтін уақыты 5000 мАч болатын болса, ол максималды 4500-ді ғана істей алатын еді. Яғни изношенность батарея 10%-тен асып кетті. Бұл витринада тұрғандықтан деп ойладым мен. Себебі Технодомға әрқашан келген кезде ноутбуктары ешқашан зарядкадан суырылмай тұратын. Ол дегеніміз ноутбуктың батареясына кері әсер етеді. Сондықтан ноутбук тез өзінің батареясының барлық сыйымдылығын азайта береді. 10% изношенность батарея ол бір жылда адам өзінің ноутбугын обычно қолданып жүрген кезде ғана 10%-ке дейін жеткізе алады. Одан да көп болуы мүмкін ноутбуктың зарядкасын дұрыс қолданбасаңыз. Негізі обычно қолданған кезде максимум 10%. Сонда мен бұл ноутбук алып отқан сияқты болдым. Сондықтан ноутбукты сразу Технодомға апарып көрсеттім сіздердің қателіктеріңіз деп. Сөйтіп басшылықтарына айттым, что ноутбуктарға жақсы күтім керек, осылай қараңыздар деп. Сондықтан енді сол ноутбуктарын жақсы қарап жатыр ма білмедім, бірақ негіз айтқан болатым. Сондықтан сіздерде алатын кезде сол жағын қарап көріңіздер. Негізінен Қазақстандағы магазиндердің көбісінде бұндай ноутбукқа жақсы күтілім көрсетілмейді. Сондықтан сізде витринадан алайын деп отсаңыз, басқа жерде болмаса витринадан ғана алатын мүмкіндік болып тұрса, ноутбукты тексеріп алған жөн. Біріншіден сыртқы келбетін қарау керек, сосын экранын қарап көру керек. Экранында ешқандай дефекттар жоқ па, бүкіл угол обзорларын бұлай жан-жағынан қарап көру керек. Сөйтіп мен сіздерге қазір программаны көрсететін боламын. Сол программа арқылы ішкі құрылысын тесттен өткізу керек. Батареясының қалған жерлерінде тесттен өткізіп, бәрін тексеріп алу керек. Сол кезде ғана алуға мен кеңес беремін. Сол жердегі бүкіл яғни характеристикалары өзінің берілген характеристикаларымен сәйкес келгенде ғана алу керек. Ал ендеше сол программаны көрсетейін. Достар, ноутбуктың сыртқы келбетін тексеріп болғаннан кейін сіздерге екі тәсілді көрсетем. Ішкі тестті жасайтын. Бірінші осы пусқа басып SMD деген сөз жазасыздар. Сөйтіп командой 40 деген шығу керек. Соған оң жағынан басып запуск от имени администратора деген басасыздар. Сосын осы жерде разрешить дегенді басасыздар, да деп. Сосын осындай командой 40 шығады. Осы жерге Power SFG Energy деген сөз жазасыздар да Enter'ді басасыздар. Сосын осындай включение трассировки на 60 секунд, 60 секунд бойы, 1 минут бойы анализ жасалынады. Сондықтан 60 секунд бойы күтесіздер. Мінекей достар, міне бітті осы анализ. Енді осы анализдің отчетін осы путь бойынша табуға болады. Ол үшін біздер мой компьютерге кіреміз, осы жерден дискісіні басасыздар, сосын Windows деген папкаға кіресіздер, содан кейін ең астында System 32 деген папкаға кіресіздер де, сосын осы жерден Energy Report деген осы файлды басып ашасыздар. Ашқан кезде ол браузерден ашылады. Отчет міне полный сіздің ноутбук жайлы данныйлар тұрады. Сосын ең астында осы жерлерде сіздің ноутбуктың яғни менің батарейканың ошибкаларын, предупрежденияларын шығарады. Бізге керек нәрсе осының асты жағында міне батарея, сведения о батарее деген, яғни батарея туралы ақпарат. Осы жерден расчетный емкость деген ол 41 мың ең бастапқыда производитель, яғни осы ноутбуктың шығарғандардың берілген батареяның емкості. Ал бізде қазір бар болған 30 мыңға дейін ғана зарядталады. Ол дегеніміз почти 10 мыңы жоқ. Енді изношенностьтің процентін есептеу үшін осы 30 мың
11636-ны бөлесіздер 41440-ға. Сол кезде 0,73. Сонда оны 100%-тен алып тастасаңыздар 26% изношенность батарея почти өзінің 4/1 бөлігін батареясы 4/1 бөлігін уже алып тастаған, 4/3-інде ғана жұмыс істейді. Және екінші способ ол тәсіл браузерге AIDA64 скачать деп жазасыздар, сөйтіп aida64russia.com дегенге басасыздар. Ссылканы сілтемен төменде қалдырамын, сілтеме описанияда. Осы жерден мына жерден AIDA Extreme for Home деген басып скачать дейсіздер, соның установкасын жасайсыздар. Установка жасап болғаннан кейін сіздерде осындай AIDA64 Extreme деген программа пайда болады. Сол программаға кіресіздер. Кіргеннен кейін сіздерде осындай кіру окносы көрсетіледі. Сосын осы жерде компьютер деген басасыздар. Бұл оңай жолы, ешқандай ештеңе жазуға қажет жоқ. Сосын электропитание деген басасыздар. Сосын осы жерде сіздерде шығарады. Паспортный емкость, ол берілген, производитель берген өзінің емкості. Потом сіздерде соңғы 100%-ке зарядталғанда қаншаға дейін барды. Сонда бізде 73% максималды жұмыс істеп тұр. Осы ноутбуктың өзінің батареясы. Ол дегеніміз өзінің 26, яғни уже 27% изношенность. Бұл ноутбук уже 2,5 жылдай болды, сондықтан бұл нормально десек те болады. Енді қалған нәрсенің бәрін өздеріңізге керектерін көрсеңіздер болады. Негізінен витринадан алған кезде батареясына қарау керек, сосын жесткий дискқа қарау керек. Батареясын көрдіңіздер, енді дальше кеттік. Бұл видеоны мен не үшін түсірдің десеңіздер, мен сияқты техника жағын адамдар мен Қазақстанда көп деп айта алмаймын, қарапайым халықтың ішінде. Ол қарапайым халыққа витринадан алыңыз деп көрсетеді, олар сыртқы келбетін көріп, ішкі құрылысын білмейді, оны тексеруде онша біле бермейді көбісі. Сондықтан алып қолданып жүре береді. Бірақ өзінің максималды жасай алатын ноутбуктың соның 90%-інде ғана жасай алатын қылып алады. И мен қарапайым халықта білсін, көрсін, олар да үйренсін, олар да білсін, осындай магазиндер бізді алдап кетуі мүмкін сияқты жағдайларды мен сіздерге айтып, қазақ халқының, яғни қазақстандықтардың көз қарасын ашқым келеді. Сондықтан ноутбуктарды алатын кезде осы жақында уже көптеген студенттер пайда болады, соларға ноутбук алатын кезде витринадан алмағандарыңыз дұрыс. Бірақ если тек қана витринада да қалса, оны алыңыздар, бірақ осындай тексерістерден өткізіп. Және де алар кезде сіздер магазиннен скидка сұрасаңыздар болады, бір 10-15 мың теңге түсір деп, ноутбуктың бағасына байланысты. Ол магазин бере ма, бермей ма, оның точносын білмедім. Ал если магазин жақсы күтім көрсететін болса, ол кезде уже скидка сұрауға болмайды десек те болады. Қазақстанда қандай магазинде жақсы күтім көрсетілуі мүмкін? Менің ойымша Белый ветер деген магазинде жақсы күтім көрсетілуі мүмкін деп ойлаймын. Өйткені олармен жұмыс істеген кезде, яғни олардан сотка, басқа да заттар алған кезде, олардың техникаларына көрсетілу күтімі өте жоғары деңгейде еді. Басқа магазиндерді мен атап айта алмаймын, бірақ олардың бәрін тексеріп барып көру керек. Сондықтан ендігі видеоларда тексеріп көре жатармыз. Достар, осы видеоны olsa каналға жазылыңыздар, лайктарыңызды басыңыздар, және де комментарияға осы видеоны ұнағанын жазып кетіңіздер, және де осыдан басқа қандай видео қалайсыздар, соны комментария жазып кетіңіздер. Қазақ ютубын бірге дамытайық. Ал ендеше көріскенше.